Бүркітаға енді мынау айттыңыз ғой, бабалар 100 томдық жазылды, иә? Бізде тәуелсіздік алғаннан кейін. Бабалар сөзі. Бабалар сөзі, иә, 100 томдағы. Енді осы неге тарих жазуда біз дерек көзі ретінде пайдалана алмай отырмыз? Неге тарихқа кірсін? Бұл өтті бір құнды дерек деп қарауымыз керек. Айналайын, бабалар сөзі неге сен пайдаланбайсың десем, сол бірінші рет осыдан бір жыл бұрын мен не естідім, жаңағы Рошулсын жазып жүрген адам сондай кітаптар бар екен. Жазбаша деректерде қайта балық көп. Бабалар сөзін соны пайдаланбау деген ол қылмыс деп мен айттым, енді айтамын. Мен ойлаймын, тек қана маған емес, талай біздің жігіттер бар, тарихшылар. Кейін сөйлесіп отырсақ, жанашыр ағалар айтады екен, жаңағы отан тарихында көп бармаңдар, қазір сендер қауіпті. Кедей отарлық саясаттың кәдімгі бір көрінісі. Соны айтып жүрген біздің қазақстан тарихшылар соларды құлдар деп санауымыз керек. Колония кезінде аман қалдық қой. Ағайыншылықтың арқасында өзіміздің мемлекет бізді көмектескен жоқ. Мен жазбашаға дерек өтті, немен қарадым жаңағы. Себебі жазбаша құжатта міндетті түрде бір басқа мемлекеттің, басқа бір елдің шенеуніктердің, олардың патшаларының саясаты тұрады да. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін міне біз сіздермен тағы да ұлттың ұстыны сұхбат алаңында тағы кездесіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ тарихы, жетістіктері мен кемшіліктері. Осы тақырыпқа арналады бүгінгі тарих подкастымыздың тақырыбы. Бүгінгі қонақта тарих ғылымдарының докторы, профессор Бүркіт Аяған ағамыз. Бүркіт аға, қош келдіңіз бүгінгі сұхбатымызға. Ал Бүркіт аға, өзіңіз бірнеше осы тарих ғылымына өміріңізді арнадық деп айтсақ артық айтпаймыз. Мемлекет тарих институтын басқардыңыз, ғылыми зерттеу, осы институтта жұмыс істедіңіз. Осының бәрі осы ұлттық тарихқа бар өміріңізді арнап отқаныңыз деп білеміз мынаға. Осы еңбегіңіз жансын, тәуелсіздік тарихымыздағы осы жасап жатқан жұмыстарыңыз осы негізі болып қалансын деп, іргетасы болып қалануына біз тілектеспіз аға. Бүгінгі подкастымызға қош келдіңіз. Бүркіт аға, енді жалпына 30 жылдан асты егеменді ел атандық. Қазір қаншама кәсіби тарихшыларымыз айтып жатыр. Біздің ұлттық тарихында әлі рух жоқ дейді. Идеология айнала алмай отыр. Неге дегенде әлі де сол бұрынғы советтік көзқарас негізінен арыла алмай отырмыз деген көзқарасты айтады аға. Осы туралы аға өз ойыңызды айтсаңыз, неге өзіміздің әлі тарихымыз өз торына қона алмай отыр, ұлттық идеология деңгейіне шықпай тұр біздің ұлттық тарихымыз? Жетістіктері және жетістіктері жоқ деп айтпаймыз, әрине қаншама жетістіктеріміз бар, археология саласынан бастап мына қазіргі уақытқа дейін жасап жатқан жұмыстарымыз. Және осы кемшін тұстарын осы туралы айтсаңыз аға. Өте бір жақсы сұрақ қойдың. Шында да біздің Қазақстан тарихтан маса қазіргі тарихшылар қоғамы деп айтайық та, өте бір қызық жағдайда тұр. Бір жағынан әжептәуір жетістіктері бар, мысалы іске асқан мемлекеттік бағдарлама бар. Шетелден әкелген көптеген құжаттар қазір жеткізілді. Олар айналымға еніп жатыр. Жаңаша оқулықтар шығып жатыр дегендей. Бірақ сонымен қоса әлде болса тарих, әр ұлттың өзінің бір кәдімгі рухани құралы, тірегі. Ол өзінің тарихын, тілін, ділін білу ғой. Сол жағынан біздің тілдің де ақсап тұрғаны, қазақ әлде болса өзіне біреулердің менсінбей қарауы, қазақ балаларының өзінің тарихын дұрыс білмеуі, ол кәдімгі факт. Бүгін болып жатқан жағдай. Содан жаңа сіздің сұрағыңызды мен былай деп түсінемін, соның себебі қандай? Мен шында да өзі бала кезде 7-8 жаста оқып жүргенде тарих оқуды армандайтын. 2 жол болды менде. Ұшқыш болғым келді, әскерге кеткім келді, офицер болып. Содан тіпті мектеп бітірерде жаңағы военкоматтан офицерлер келіп мені спортпен айналысатын, орысша жақсы білемін, мен орыс мектеп бітірдім ғой. Басында қазақша оқыдым, бірақ кейін орыс мектебінде оқыдым. Солар келіп қызықтырған, офицер болса деп. Бірден направление дейді ғой кезде, соны береміз деп. Содан қуанып үйге келіп шешем айтып отырмын, енді ол кезде әкем қайтып кеткен. Сонда шешем айтады, білем дейді, сен жақсы оқисың, оқуға түсірсің.
бірақ сен әскери училище бітірсең одан кейін елге қайтпайсың ғой деді. Сен тайгаға алып кетеді ғой деді. Сондықтан мұндайды қой, ана келе жатқан інің мен қарындасқа кім бар еді деді. Көрдіңіз бе? Содан мен бірден әскери карьераны ұмыттым, бірақ кейін әскерде болдым. Дайындала бастадым да, осы тарих факультетіне дайындалып, ақыры бірінші барғанда құлап қалдым да конкурстан. Екінші әскерден келгеннен кейін оқуға түсіп кетіп, осы бітірдім. Содан бері мен өзі осы сүйікті ғылым маңайында жүрген азаматтардың бірімін. Содан айтайын дегенім, жаңағы бұл әңгіме бос емес, бекер емес. Сол кездегі тарихи жаңағы орталықтар, мысалы енді өзіміз сабақ бердік, ортасында жүрдік, оқыдық. Және қазіргі жаңағы тарих ғылым салыстырғанда әрине арасы жер мен көктей. Бұрын мысалы совет дәуірінде бізде тек қана партияның шешімі былай, директивасы былай болған, нұсқау былай болған, нұсқауда шықпайсың, тек қана осылай айтасың. Тіпті біз кандидатты қорғағанда казлито деген болады. Казлито деген ол цензура. Содан ол цензура, сен Ленинді айтпасаң, Марксті айтпасаң, партиялық съезді айтпасаң, сенің саған қорғатпайды. Бұл тек қана мысалы тарих ғылым емес, филология, әдебиет оларда қорғаттырмайтын. Тіпті математикада қатысып барған сияқты сол цензураның. Идеяларын қосу керек. Иә. Және совет заманы сол тарих білімін, ғылымын кәдімгі өздері құралы қылды ғой. Сол арқылы миллиондаған адамға кәдімгі мектеп арқылы, кино арқылы жаңағы миына сіңдіріп отырды да жаңағы. Олар жаңағыда қысқаша бір топостау бір қағидалар болатын. Қандай? Бірінші, біз коммунист қоғам құрып отырмыз. Екінші, дүниеде ең дамыған мемлекет совет мемлекеті. Үшінші, Мәскеусіз күн көре алмайсыңдар. Сендер барлығы мемлекеттерің жоқ, жабайы екенсіңдер. Сонда бір 4-5 қағида, көп емес жалпы. Соны күн-түні бұлар теледидар арқылы, кино, оқулық, мектептегі, университеттердегі оқулықтар арқылы сіңіре берген бойда. Сондықтан, бірақ сол кезде біз жас қалып бір сезетіміз, әсіресе 80 жылдары бір тығырықта тұрғанымызды сезіп, өзара бізде әңгіме болатын. Және мен өз ол кезде Каспий абаятында, қазір АГУ ғой, сонда сабақ беріп жүрдім. Бағыма қарай сол отырып келген азаматтар, Ермұхан Бекмахановтың жолдасы бізде жаңағы жұмыс істеді бірге. Жаңағы Бекмахановтың сыныбы Шойынбаевтарды көрдік, біздің тарих факультетінде жұмыс істеді ғой. Яғни біз сондай бір ортада өстік та түсіне бастадық бұл тығырық екенін. Ал енді қазіргі күнмен салыстырғанда әрине мемлекет тарапынан осы 33 жылда көп көмек көрсетілді. Айталық көптеген бағдарламалар ашылды ғой. Жаңағы халық тарих толқынында, мәдени мұра, ұлы даланың 7 қыры, тағы көптеген осы тамаша бір бағдарламалар болып, негізі бізде бір еркіндік пайда болды. Біз архивтерге жұмыс істей бастадық, бара бастадық. Мен өзім мысалы атақты Гувер архивінде жұмыс істедім Америкадағы. Одан кейін Нидерланды, Голландиядағы корольдік әлеуметтік тарихы деген бір атақты не бар, архивтер бар, сонда жұмыс істедім. Тек қана мен емес, мысалы көптеген, жүздеген мыңдаған қазақ тарихшылары қазір көп елде жұмыс істеп, Иранда, Қытайда, Египетте, Францияда, Англияда жұмыс істеген жігіттер, азаматтар көп біздің. Солар көптеген деректерді осы мына жаңа айтып кеткен бағдарламаның негізінде әкелді да, оны іске айналуға енгізе бастады. Яғни біздің миымызда тарихшылар арқылы қоғамда кәдімгі жаңару бар қазір. Айталы, біз қазір дүниеге қазақ баласы бұрынғыдай тек қана марксизмнің көзқарасымен қарамайды ғой, таптық күрес деген бір өте бір жабайы догма болды. Осы мына бізде болған репрессиялар негізі сол манифесттен алған ғой. Пролетариат диктатурасы деген бәле, таптық күрес деген бәле, сосын коммунистік қоғам құру деген бәле, олар барлығы қияли. Олар мүлдем өмірге кері қарады. Бірақ большевиктер партиясы осы идеологияны, марксизм-ленинизм деген идеологияны пайдаланып халықты қырып жіберді ғой. Ал қазір әрине азаматтардың көпшілігі әлемге басқаша қарайды. Сондықтан біріншіден екінші мен бұл әңгімені бітіру үшін аяқтап кетейін. Факультеттер ашылды кезінде. Және тек қана тарихшылар тек қана қазір тарих ғылымының методикасы емес, сонымен қоса мысалы саясаттану, мәдениеттану сияқты
басқа да ғылымдарды пайдаланып отыр ғой. Социологияны мысалы жақсы пайдалана білді. Одан кейін қазіргі біздің жастарымыз тіл біледі ғой. Мені қуантатын қазіргі біздің жастардың арасында көбі тек қана ағылшын не француз емес, парсы тілін білетін, араб тілін білетін, моңғол қытай тілін білетін жастар бізде өте көп. Және оның арасында біздің қандастарымыз бар, шетелден келген. Солардың көмегімен жаңа мына бағдарлама іске асты. Мен анық есімде осы мына мәдени бара сіз айтып отқан. Соны іске асырарда жаңа қалай орындаймыз деген сұрақ туған кезде Қытайдан келген елге қандастарымыз, Моңғолиядан қайтып келген, Ираннан келген азаматтар керемет көп көмек көрсетті. Мен даже сол азаматтардың осы мына көптеген азаматтар, атын атасақ біреуін ұмытып кетсем тағы ренжітіп алармын, бірақ көптеген азаматтар әрине осы мынау көп көмек көрсетті. Соның арқасында осы бағдарлама іске асты ғой. Яғни бізде кәдімгі бір сапа жағынан тарих ғылымында кәдімгі үлкен өзгерістер болды. И соңғы айтарым жағдайда әрине тарихшыларға тиісіп жатады, әсіресе журналистер ананы айтпады, мынаны айтпады деген сияқты. Естеріңізде болсын, ол тарих әр сөзіне жауап береді. Себебі қазақ хандығы пайда болды. Айталық 15 ғасырда саяси институт ретінде қазақ хандығы саяси. Оған дейін жаңағы ұлы ұлыс алтын орда ғой енді. Жошы ұлысы тарихшы біледі жаңағы. Бұл арада ақиқатын, әділеттігін айтып отыру керек. Сондықтан бекер бізге ренжиді, журналистер айтпадың ананы, мынаны айтпадың деп. Айтпақшы, Шыңғыс хан туралы сұрақ туып кетпеші, мен бірін айтып кетейін. Шыңғыс ханның тегі бұл Қаржаубай Сартқожаұлы деген ағаң болды. Марқұм бір керемет жақсы ғалым еді, түрколог. Сол Қажекеңмен сөйлесіп тұрамыз, содан Бартольдтің еңбегін оқимын. Ахмет Заки Валиди деген мықты тарихшы болған, шығыстанушы башқұрттың. Солардың кітабында іздегенде олар айтады, Шыңғыс ханның бабалары қара татар деген түркі тайпасынан шыққан дейді. Бірақ кезде мәнжүрлерге ортасында қалып қойған қара татарлар екі тілде сөйлеген дейді да жаңа. Мәнжүр тілінде және түркі тілі дейді. Мәнжүр деген тілінен моңғол тілі шығады қазіргі. Бірақ моңғол тілі кейін қалыптасқан 16-17 ғасырда. Сонда көне мысалы орта ғасырлық жалпы моңғол түркі тайпаларынан шыққан дейді ғой Шыңғыс хан негізі. Жалпы мына өзі біздің ұлы ұлыс алтын орданың рулық құрамы қарасаңыз жаңағы түркі тайпалар. Адам есімдерін ата-бабаларымыз. Осы біз институт оқып жүргенде бізге айтатын жаңағы моңғолдар дегенде айтамыз. Моңғол болса оның аты неге Бердібек, Келдібек, Тоқтамыс, Едіге деген қазақи аттар ғой дегенде бізге айтатын, ну вы знаете, это вот все-таки моңғол деп мұғалімдер соғатын жаңағы. Сөйтсе біз шында студент болсақ сезіп тұрады екенбіз. Бұлар түркі атаулар ғой енді. Кәдімгі қазақи атаулар ғой. Яғни сол мына журналистер туралы айтып жатқаным ғой енді. Тамаша журналистер бар, біздің жолдастарымыз көбі, бірақ кейбірден оларға артық кетеді да. Енді олар біреу айтса, оған ешкім ренжімейді. Шыңғыс хан аға ғалым айтса, ғалым сөзді жауап беру керек. Түркі ғой негізі Шыңғыс хан аға. Моңғол деген өз осы 16 ғасырда пайда болды деп отырсыз ғой. Ал Шыңғыс хан қайда мысалы? Ол енді ғылыми тұрғыдан айтыңызшы. Мен түсінемін, бұл өте жаңағы маңызды сұрақтардың бірі ғой. Соған нақты айтыңызшы. Біз бұны біріншіден түркі қағанатына кетуіміз керек, тарих. Түркі қағанаты 6 ғасыр айталық, 8-10 ғасырда болды ғой. Оның жері кәдімгі анау Енисей деген өзен бар ғой, қазір Ресей. Енисей ғой. Енисей. Ана сайы, ана өзен деген сияқты. Байкал, одан мынау Қара теңізге дейін, Дунайға дейін созылып жатқан түркі қағанат еді ғой. Онда тұрып жатқан тайпалар түркі тілінде сөйлеген. Жалпы мынау моңғол тілі түркі тіліне ұқсас жері көп, бұлар алтай тілдеріне жатады ғой. Яғни ол кезде бір тайпаға кіріп кету, бір азаматтар басқа жақта қалып қою өте жиі болатын жағдай. Бірақ менің айтайын дегенім жаңағы академик Бартольд, біздің мықты шығыстанушы, сосын жаңа мен айтып кеткен Заки Валиди тоған да айтады. Олардың айтуы бойынша, тіпті Рашид ад-Диннің өзі де айтады ғой. Рашид ад-Дин өте бір 13 ғасырда, 14 ғасырда тұрған адам, олар білген, олар көрген, олар Шыңғыс ханның ұлдарын көрген, немерелерін бірге тұрған ғой. Олар айтады жаңағы түркі елінен шығады бұлар дейді.
Ібір Сібірдің өзі түркілердің жері деген сөздері бар. Ібір Сібір деген қазіргі Сібір ғой, Түмен, Тобыл жағы. Ал енді Шыңғысханның шыққан тегі сол түркі ханзадалар болуы тиіс. Қабыл аталары. Есекей мысалы да жаңағы. Кім айтады Рашида дейін жазбаса. Өте түркіге ұқсайды. Осы мына соңғы жылдарға дейін қазіргі моңғол бар ғой. Оларда Шыңғысхан деген ат өте сирек кездесетін. Жошы деген, Бату деген ат көп кездеспейтін. Қайта бізде осы түркі елдерде көп кездесетін. Бұл тек қана қазақта емес. Түркі халықтары деген қазіргі мына Шорда, Өзбегінде, Алтай халқы, Қырғызы, ұйғыр барлық түркі халықтары жатады. Сосын мынау Алтын Орданың ұлы ұлыстың жазатын хаттары бар ғой. Онда көбі мына көне ұйғыр алфавитімен жазылады. Көне ұйғыр алфавит деген ол Найман және ұйғыр түркі алфавит қой. Жазатын ана жер атаулары, адам атауы, тайпалар көбі сол түркі тілін жазылған. Алтын Орданың жазба. Осы орайда жаңа мен айтып кеттім ғой, Мәскеудің болған жасаған қияметтердің. Соның бірі 1940 жылы. Фашистік Германиямен соғыс ашылардың алдында Козин деген мәскеулік ғалымның, моңғолтанушы, осы атақты шығыс қолжазбасы аударылады да, оған жаңағы моңғолдың құпия тарих деген ат беріледі. Оны орысша сокровенное сказание монголов дейді. 49 жыл. 1944 жыл қай кез еді? Ол Сталин күшейген кезі. Козин деген аударды. Жазған мұны көне түркі, көне моңғол, көне қытай тілде, үш тілдің бір қоспасына жазылған еңбек, өте маңызды еңбек. Моңғолдың құпия тарихы дейді. Оған жаңағы Козин ол аудармашы болған. Ол кезде түрколог Самойлович барлығын тұтқындап алып тастайды да, монголоведтер қалады, солар сондай атау береді да бұл кітапқа. Оның өзі аты қытайша жалпы. Сонда айтайын дегенім, сол кезде жаңағы аударғаннан кейін оны моңғол державасына сыйладық деп жазады да, 700 жылдығына дейді да. Сөйтіп бұлар анау түркілік компонент, түркілік жақтауларын алып тастап, ысылып тастайды да. Ол кезде пантюркистермен күрескен кез ғой Сталиннің. Тұрар Рысқұловтың атылған кезі, мысалы да, Сәкені кеткен кезі, Ақан атылды 37-38 жылға қырып тастады уже. Жалпы одан да ертерек пантюркист деп, осы мынау Әзербайжанның, Өзбектен шыққан, Қазақтан шыққан ғалым мен саясаткерлерді құртқаннан кейін 1941 жылы фашистік Германиямен соғыстардың алдында сол Козиннің кітап шыққанда ол осы моңғолдың құпия тарихы деп аталып кетті. Содан бері тіпті көптеген қазір аудармашылар соны сол кезде уже сол осыған сілтеме жасайды, бірақ ылғи бізде күдік болатын. Неге жер атаулары, адам атаулары түркше болады да, кітап аталады Моңғолияның құпия тарихы деп. Жошылыс туралы тарих бойынша ең негізгі дерек осы кітап. Басқаларда бар. И сол бұрмалау кейін ЦК ВКП деген болған Сталиндік саяси бюро бар ғой. Солар шыққан, дайындаған қауларында сол жаңағы түркілік жағын жойып тастайды да, барлық тарихты моңғол тайпаларына беріп жүрген. Моңғол тайпасы олар мәнжүр тайпалары ғой, ойраттар ғой. Бірақ айтпақшы Алтын Орданың құрамында, жошылысының құрамында ойраттар көп болған. Ойрат деген кім? Ол қазір қалмақтардың аталары ғой. Бұл Қарақорым, менің өз ойым бойынша мына қазір Қарақорым бар ғой. Көптеген миграция, көптеген қозғалыс мынау шығыстан батысқа болған ғой. Гундарда кезінде жаңағы шығыстан шығып осы мына Еуропаға кетті. Сосын мынау байқадыңыз ба, Шыңғысханның әскері де Алтайдың ар жағында болады да, Қарақорым көне түркілердің астанасы ғой. Ол қазір Моңғолия. Түркілердің астанасы, қазір Моңғолия. Сөйтіп түркі тайпалар бері өтіп кеткенде, мынау халқы деген тайпа тұрады, онда да ойраттар бар моңғолдың құрамында. Шыңғысхан қайтыс болардың алдында өзің білесің, жаңағы 4 тылына бөліп берді ғой, Жошыға, Шағатай, Үгедей, сосын Құбылайға бөліпті. Содан кіші ұлы қалды, қара шаңырақта, сол жерде жаңағы. Мөңке Темір қалды сонда. Көптеген Жошының балдары көп осы мына қазір Қазақстаннан дес шығып жаққа ауысып кетті да. Ал онда қалғандар енді моңғол тайпасымен араласып тұрды. Қазіргі моңғол тайпалары. Ойраттармен араласты, халқымен араласты.
сондықтан олардың қатысы бар, бірақ жошылысы ол енді турасын айту керек, бұл нағыз қыпшақ тілді, яғни түркі тілді тайпалардың жері еді. Қыпшақ деген тек қана қазір Қыпшақты ойламаңдар, Қыпшақ деген ол оған біздің қазақтың бүкіл тайпасы кіреді. Дулат та, Иісі де, Найман да, Керей де, Арғын, Уағын барлық кіре береді да, ол бірақ былай шығыс деректерінде, әсіресе мына парсы деректерінде Дешті Қыпшақ дейді. Яғни Қыпшақтар ел деген сөз ғой. Дешті деген ел, мемлекет, жер деген сөз. Бұл тарих болған 15 ғасырда. 13-15 ғасырда. Тарихта өте маңызды мынау хронология жылдары. Мысалы, ол 13 ғасырда болған үдерістер айталық 15 ғасырда болмай қалады, не тоқтап қалады, не бітіп қалуы мүмкін. Айталық 13 ғасырда ойраттар көп болса, Дешті Қыпшақта 15 ғасырда ойратты көрмесің, негізі түркі тілдес халықтар ғана қалады, тайпалар қалады. Сондай көптеген жағдай бар. Бүркіт ағай, айттыңыз ғой, бабалар 100 томдық жазылды, біздегі тәуелсіздік алғаннан кейін. Бабалар сөзі. Бабалар сөзі, 100 томдығы. Бұл енді осы неге тарих жазуда біз дерек көзі ретінде пайдалана алмай отырмыз? Неге тарихқа кіргізе алмай отырмыз? Жақсы дайындалып келген екенсің. Сұрақ өте дұрыс. Осы мынау бабалар сөзін дайындаған біздің академик Сейіт Асқарұлы Қасқабасов қой. Сол басқарған жаңағы біздің әдебиетші, тілшілер 100 томнан асып кетті. Сонда біздің барлық байлығымыз, мәдени мұрамыз, оның арасында осы ұлы ұлыс жошылысының деректері соған қатысты тоқтамыс болсын, едіге Шыңғыс ханнан бастап соған енді. Кейінгі жаңағы 15, 16, 17 ғасырлар Кенесары кезіндегі жыраулардың дастандарына дейін енді. Бұл өтті бір құнды дерек деп қарауымыз керек. Содан мынау біздің сіздің сұрағыңызға қатысты біздің Қазақстан тарихнамасы үлкен бір ең бір қиын жері, білесіз бе қай жер? Ең қиын жері мына біздің тарихтардың түркі тілін, қазақ тілін, шығыс тілін білетін азаматтар көп, ғалымдар. Бірақ біздің арамызда барлығы совет заманында олай бір бағытпен тәрбиеленген, тек қана орыс тілін білетін тарихшы болып жүргендер де аз емес. Жасы тарихшы біз бір политолог екен, кеше бірдеме екен, қазір тарих болып жүр ғой. Солар қызық, мен бір үлкен жиналыста жошылыс туралы айтып жатыр жаңағы. Сосын мен айттым, мені жаңағы басқада біздің жақсы ғалымдар қосып отыр ғой сол кезде. Сонда айттым, айналайын, бабалар сөзі неге сен пайдаланбайсың десем, сол бірінші рет осыда бір жыл бұрын мен естіді ойым, жаңағы жошылысын жазып жүрген адам сондай кітаптар бар екен. Сосын айттым, Қазақстан тарихы парсы деректерді, Қазақстан тарихы араб деректерді, Қазақстан тарихы моңғол деректерді, Қазақстан тарихы түркі халықтар деректерді деген бізде кәдімгі сериялар бар. Соларды неге пайдаланбайсың? Баяғы бір бағытта сөйлей бермей деп. Соны жаңа айтады маған, это же устная литература дейді. Это, во-первых, была устная литература, а қазір это письменная. Қағазға түсті ғой. Екіншіден, жазбаша деректерде қайта былық көп. Себебі жазбаша деректерді кім жазған кезіндегі? Елшілер, саяси қайраткерлер, небірәгі сарайдың маңында жүрген жаңағы, шіркеудің маңында жүрген біреулер жазады да. Ұлттың рухын білмейтін сырттың көзқарасы негізінде жазған. Әсіресе орыс славян деректерінде жаңағы олар славяндар негізі не ғой? Христиандар ғой. Ана Ипатьевский летопись деген бар. Сол көзқараспен жазған, олар ана діни көзқараспен жазады да, біздің бабаларымыз мысалы бусурмане дейді. Бусурмане, мұсылмандар, жексұрындар деген сөз жалпы. Жақсы сөз емес. Яғни олар діни көзқараспен қарағанда олар шығыс халықтары жақсы атамаған. Ал біз енді оны жазбаша дерек ретінде қарауымыз керек па? Біз оны сын көзбен қарауымыз керек. Әрине ол дерек. Бірақ оны сын көзбен қарауымыз керек. Ал енді біздің 100 том. 100 том деген енді елестетіп көріңіз, ол неше вагон. Бабалар сөз. Бабалар сөзін соны пайдаланбау деген ол қылмыс деп өте дұрыс айтасыз. Мен айтқан едім, айтамын оны. Онсыз тарих жазу мүмкін емес дейсіз ғой, қазақ тарихын жазу. Мүмкін емес, түсіну де мүмкін емес. Себебі анауға айталық едіге туралы, не тоқтамыс туралы, не жаңағы анау атақты жаңағы жыраулардың біздің жаңағы айтқан деректері бар ғой, ақтан берді мысалы. Не мысалы анау ненің
Қодан тайшы Қодан бидің сөздерін ана атақты кім Ақжол бимен жаңағы Қобыланның шайқасы бар ғой, сол туралы көптеген деректерді пайдалану керек. Әрине ол пайдалану деген міндеттері барын бірдей есе беруге болмайды. Оны да сын көзбен қарау керек. Бірақ жазбаша да деректі өте бір сын көзбен қарау керек, оны ешқандай ойламау керек, ол ақиқат сонда екен. Біздің ғалымның міндеті сол ғой енді. Сондықтан деректі біз дұрыстап пайдаланып отыру керек деген ойдамын. Өте дұрыс айтасыз. Келесі мәселе, жаңағы пайдаланып кетейін, үндемей қалған кезде. Паузаны пайдаланып кетейін. Көп адам білмейді, шын мәнінде әсіресе Сталин заманында көптеген қаулылар қабылданған. Жасырын қаулы. Закрытый постановление деген болады. ВКПБ дейді ғой енді. ВКП деген большевиктер партиясының орталық комитеті, солардың жабық қаулысы. Мен айтып кеттім, жаңағы Козин аудармасы 41 жылы шықты, сонда бұрмалаған жер көп. Ол туралы мен жазған мақалаларым бар. Олар жеңісте шықты. Ресейде шықты. Моңғолдың құпия шежіресін жазған, соны мен сынап жазған мақалаларым, жаңағы бір қызығы қалмақтар басып шығарды оны. Себебі қалмақтар түсінеді, олар айтады, жалпы моңғол тілі деген ойрат тілі ғой дейді да. Мысалы Ресейдің жақсы ғалымдары бар, біз олармен хабарластырамыз. Сосын осы Қазақстанның журналдарында біраз шықты. Мен мақалаларым жаңағы Козиннің аудармасы туралы. Одан кейін өте бір маңызды мәселе, мына Ұлы Ұлыс Алтын Орда тарихы деген кітапта мен бұрын ойлайтынмын, неге мысалы осы Алтын Орда келгенде, жошылысына келгенде неге мәскеулік авторлар барлығы бір ауыздан сөйлейді, бірін бірі қайталай береді. Сөйтсе мәселе жалпы оп-оңай шешуге болады екен, себебі кезінде жабық қаулылар болған көптеген. Орталық комитеттің жабық қаулысы болады, сол жабық қаулы бойынша былай дейді. Соғыс біткен жоқ. Неміс фашистермен соғыс біткен жоқ. Соғыс бітті 1945 жылы ғой. Оған бір жыл бұрын тамыз айында 1944 жылы жаңа айтып отқан ВКПБ, соның орталық комитеті татар партия ұйымының идеологиялық жұмысы туралы деген қаулы шығарады. Сол қаулыда айтады жаңағы. Соғыс біткен жоқ, фашистер жеңілген жоқ әлі. Әлі бір жыл бар олар жеңілген. Сол екі ортада бұлар жаңағы кәдімгі қимылдап, былай деген қаулыда былай дейді. Алтын Орда, жалпы Алтын Орда деген біздің термин емес, біз өзімізді ұлы ұлыс дегенбіз, не жошылысы дегенбіз. Бірақ европалық поляк ғалымдар одан кейін неміс Кристиан Краузе деген болған, Ян Блугаш деген поляк болған. Солар осы Алтын Орда деген терминді солар пайдаланып кеткен. Жалпы европалық халқының бізге келген термин ғой, сырттан келген. Экзо, этноним дейді, сырттан келген атаулар ғой. Сонда жаңағы Алтын Орда туралы шыққан қаулыда бұл дейді паразиттік мемлекет дейді. Бұл дейді жыртқыш мемлекет, хищный мемлекет деген сөз бар. Әлемдік өркениет ешқандай пайда қоспаған. Өте бір жексұрын мемлекет, халқы да жексұрын деген сөздер бар, тайпалары. Және оны әдейі алады да олар түркі тілдес халықтарын айырып моңғол жаққа жібереді. Бірақ қалай дегенмен сол қаулыда айтпақшы Тоқтамыс пен Едіге туралы кәдімгі арнайы не бар, сөздер бар. Жексұрындар, жыртқыштар, жаңағы қаныпезер деген сияқты сөздерді пайдаланады бұлар орыс тілінде. Сөйтіп мына біздің тарихымыз бар бұрмалап, аударып бізден айырып жүрген ғой. Моңғолдарға беріп жүрген де, қазіргі моңғолдарға. Сөйтіп мына түркі халықтары өзінің тарихын айырылып қалған. Ал жаңа айтып отқан жошылыс Алтын Орда, ол бір жағынан түркі халықтары тікелей қатысы бар. Әзербайжан, өзбек, қазақ, қырғыз, ұйғыр барында қатысы бар да, әсіресе татарға. Бірақ дәл сонымен бірге ол кезде орыс мемлекет деген жоқ қой. Ол кезде княжество деген болған. Суздальское, Владимирское, жаңағы Новгород болды, жаңағы басқа да жаңағы княжестволар бар, олардың көбі осы жошылысына бағынып салық төлеп тұрған. Содан қалған бір өшпенділік па, бұлар әлде кек алған түрі әлде бір идеологиялық құрал ретінде біздің халықтарды жаңа тарихтан айырып коммунизмге тезірек апарамыз деп ойлады ма, сонда қаулы шығарады. Бірақ ол тек қана бір қаулы емес. Одан кейін бірнеше қаулы біздің Қазақстан тарих ғылымы туралы шықты. 1948-52 жылдары көп шықты. Бірінен соң бірі шығып жатты. Әдейі арнайы комиссиялар келіп жатты. Мына біздің Гүлдар Мұханова деген тарих ғалым бар, екеумізде Казправда біраз жерде шыққан мақаламыз бар, біраз зерттеуіміз бар. Сонда мен таң қалғаным,
жаңа жабық қаулылар бірінші Мәскеуде қабылданды дедім ғой. Одан кейін Қазақстанның өзінде қабылдана бастады да. Сол бойынша сол кездегі тарих институтын қирата бастады, тіл әдебиеті институтын қирата бастады. Сол кезде есіңізде болса Бекмахановтың сотталуы, Бек Сүлейменовтің сотталуы 52-ші жылдар ғой. Қажы Жұмалиевтің соңына түсуі, Мұхтар Әуезовтің соңына түсуі, дәл сол кезде Қаныш Сәтбаевтың сонда оған қойған, бұл кісі геолог болса да едіге туралы жазған. Соңына түсті, соттай бастады, қудалай бастады, Әлкей Марғұланның соңына түсті сол кезде тарихқа көп кірдім деп. Яғни бұл кәдімгі жоспарлы түрде жүріп отқан кампания еді. Содан кейін жалпы мына қазақ азаматтарының көбі Қазақстан тарихына онша бара қоймады, себебі тиіп кетсе сені ұлтшыл деп шығады. Ұлтшыл деп. Мен өзім 70-інші жылы институт бітіргенде менің деканым Қадыржан Шүленбаев деген бір тамаша кісі болатын. Сол Қарекеңге институтта қалдырды, мұғалім болып, жаспыз. Сол кіріп, сонда не істейсің? Ғылыммен айналысу керек қой деді. Айттым, иә, мен ойлап тұрмын, осы қазақ мемлекетін, қазақ тарихына кірейін дегенде, ол кісі айтты, білесіз, не өте білімді кісі еді. Қайтесің деді. Ол жаққа барсаң шындықты айта алмайсың ғой деді. Құр елге күлкі болып қайтесің деді. Көрдіңіз бе сөзін? Себебі қазақ баласы ол тарихқа барса, шетінен бірден қит етсе, дайын тұрған не бар ғой? Клише дейді орысша. Дайын тұрған жарлық, ярлық дейді. Ұлтшыл деген сөз дайын тұр ғой. Сондықтан енді жаспыз ғой, 24 жаста баламыз. Сон деканымен аядау деймін, сен бармай-ақ қой деді. Сен оды бір бейтараптау тақырыпқа барып, соны зерттеген жақсы болар деп. Мен ойлаймын, тек қана маған емес, талай біздің жігіттер бар, тарихшылар. Кейін сөйлесіп отырсақ, Жанашыр ағалар айтады екен, отан тарихында көп бармаңдар, қазір сендер қауіпті еді деп. Сол айтқандай болды ғой, ақыры 1987 жылы мамыр айында ме о работе казахской партийной организации по интернациональному патриотическому воспитанию деген қаулы шықты ғой. Ана 86 сол желтоқсан оқиғасынан кейін орталық комитеттің қаулы шықты. Сонда кәдімгі біздің бар қазақты ұлтшыл, ұлт деп кәдімгі кінәлады ғой. Оны да көрдіңіз ғой. Иә. Әлде сен оны көрмей қалдың ба? Көрдік қой енді оны. Мүмкін ол кезде енді кішкентай болса да. Кішкентай болса шығарсың. Біз енді басымыздан өтті осы. Бүркіт аға, сіз түрік халықтарының осы тарихын зерттеп жүрсіз ғой. Иә. Мынау ноғай халықтары бізге ең жақын ғой, түрік халықтарының ішінде. Өте. Салт дәстүрі, тілі, жырауларымыз ортақ. Сол олар айтады екен да, біздің Асанғайғы, Шалкиіз жырауларды бізден қазақтар алып қойды деп. Қазақтарға деген несі бар екен кішкене? Өкпесі ма? Сол туралыға не айтасың? Қай жерден неге олар олай? Бұл шында сен дайындалып көнеге сырттай мен зерттеген болуым керек. Мен ноғай ғалымдармен жиі араласам. Мынау Насипхан Суюнова деген бар. Даниал мен жолдасымыз, бұлар ноғайлар олды. Содан біздің шалдар айтатын сол. Агудың шалдары, Абай атындағы Агудың, жаңа айтып кеттім ғой, столып қалған, отырып келген азаматтар көп болды ғой. Сонда ақырын біз шақырып алып, кішкене жарғы бар студенттерге айтатын. Сонда еститіміз жаңағы. Ноғай бізге бөтен емес деп. Біз ойлаймыз ғой, ноғай татар деп ойлаймыз ғой. Сөйтсе жаңа артынан тәуелсіздік келгеннен кейін, КСРО ыдырағаннан кейін ноғай ғалымдар келе бастады осы жаққа. Осы сен сияқты екеуміз сөйлесіп отырамыз. Түріміз де болмайды, тіліміз де болмайды. Сосын таң қаламын, неге бар сонша бізге ұқсас деп. Сөйтсе, содан олар шақыру бойынша мен оларға бара бастадым. Сосын олар біз оларды шақырдық. Сол кезде қарасам, рулық жүйесі 100% қазаққа ұқсайды. Тек оларда білесіз, қандай тайпалар бар? Қырғыз бар тайпасы, түркмен бар, ұйғыр тайпасы бар. Бізде түркмен-адай бар. Қырғыз бізде 300-ді де бар. 300-мізде қырғыз тайпасы бар. Арғын ішінде бар, Жалайырдың ішінде бар, кіші-жүзде көп қырғыздар мысалы. Тек бізде ұйғыр тайпасы жоқ. Ұйғыр тайпасы негізі бар өзбекке кіріп кетті. Көшпелі өзбектен бар. Самарқан жаққа, Ферғана кетіп қалды ғой. Содан олар шақыра бастағаннан кейін барамыз. Сосын мен әрине тереңдетіп қарай бастадым. Сөйтсе, ноғай ордасы бізге ұқсайтын, біз Ақ-Ордадан шықтық қой. Ақ-Орда бөлінгенде, жаңа бұл Ақ-Ордадан бөлінгенде негізгі 3 ұлт және 1 ұлыс шығады.
қазір айтайық екен. Мына Түркістанға кеткенде көшпелі өзбектер Самарқандқа кетеді да Мұхаммед Шахбақты алып кетті. Олар кейін барды да сол жақта Шибандар династиясының әулетін құрды ғой, Самарқанд пен Бұхарды бастап. Ноғайлар біздің арал жағында тұратын. Бірақ 1517 жылы Қасым күшейген кезде ноғайларды тықсырды да Сарайшықты алып қойғаннан кейін бар Қырымға кетіп қалды. Қырым татары негізі көпшілігі сол ноғайлар. Сөйтіп 16 ғасырда өзбекке бөлінді, қазаққа ноғай бөлініп кетті. Қарақалпақ, сол көбі түсінбейді, Қарақалпақ қайда шыққан деп. Қарақалпақ Ноғай Ордасынан шығады. Соңғы өте бір маңызды мәселе, тарихта өте маңызды хронология жылдар. Ноғай Ордасы құрылады 1380 жылдары Әмір Темірмен лекскен кезде құрып кеткен Едіге. Атақты біздің Едіге. Ол кезде қазағың Ноғай Ордасы бар. Ноғай деген тайпа бар, олар күнә тайпаға жатады. Қазақ жоқ ол кезде. Кейін 1450 жылдары қазақ ордасы құрылған кезде қазақ ордасына осы мынау көшпелі өзбектердің тайпалары, осы Қоңырат пен Қыпшақ қазаққа кіреді. Сосын Ноғай ордасының көптеген тайпалары қазаққа кіреді. Ордасының. Ол кезде ұлт жоқ қой. Сосын Моғолстан айтып кеткен. Моғолстанның көптеген тайпалары сол Моғолдан қалыптасқан қазақ ордасына кіреді да қазақ мемлекетіне. Сөйтіп олар өздерін қазақ деп атай бастайды. Фазлаллах Рузбехан деген бар. Сол кезде Шахбақты жанында жүріп 1510 жылдар осы біздің неге келген Сығанақта болған, Түркістанда болған. Сол айтады, өзбек пен қазақты дейді, айыра алмайсың дейді. Сендер немене Шибандарға айтып отыр ғой, неме сендер лексесіңдер дейді ғой. Шибан дегендер олар Жошын балалары ғой. Кім біздің қазақ хандары Орда-Ежен болса, Орда-Ежен ағасы Шибан інісі ғой. Орда-Ежен, Берке, Бату, Шибан бар, туған ағайындар жаңағы. Тек әулет. Олар жаңағы Шибан әулеті, олар Сібірде тұрды көбі. Сібір деген қазіргі Астана, осы мынау Сібір хандығына қараған кезінде Көкшетау біздің солтүстік Қазақстандар. Содан әңгіменің қысқасы, сол ноғайлар қазақ хандығы қалыптасқанда көптеген ноғай тайпасы қазаққа кіріп кетеді. Мысалы, біздің күшсізді ноғайлар көп. Қоңыратшы ноғай деген, арғышты не көп. Қайда шыққан? Ол сол ноғай ордасы ыдырағанда қазақ кеп қосыла берген ғой. Сөйтіп, оларды өзі қазақ деп санайды. Бұлар сіздер ойламаңыздар, ол кезде ноғай қазақ деген бір кем дегенде бір 100 жыл деп ойлаймын. Бұлар ол кезде жай орда. Ол кезде жаңағы ұлт емес. Кейін уже ұлт болып қалыптасқанда кім қай жақта қалды, сол ұлт болып қалды. Енді мынау өте бір маңызды мәселе, ноғайларға көп тиісе бермеңіздер. Ана Кавказда қалған. Бұлардың тағдыры өте ауыр болды ғой. 1780 жылдары бұларды кәдімгі соңдарына түсіп қудалап жүріп құртты. Қырымды аламыз деп орыс әскері барған кезде жолда Ноғай ордасы тұрды да. Содан өкінішке қарай Ноғайдың билері де бірімен бірі легісті ғой. Атақты Смайыл мен Жүсіптің соғысы бар ғой. Едіген тұқымдар ғой олар көбі. Жалпы Ноғай ордасын едіген тұқымдар басқарған көп жыл бойы. Олар төрелер институтын едіге алып тастады, өзінің балаларын қоя бастады. Кәдімгі Ноғайдың көпшілігі наймандар. Біз ойлаймыз ғой, найман тек қазақта бар деп. Жоқ, найман өзбекте де бар, найман Ноғайда бар. Арғын көп оларда. Біздің Жалайыр, Жағалбайлы көп. Неге алыстап кетті аға бізден? Ноғайлар ма? Оны жаңа айттым ғой, мынау Сарайшықты кім Ноғай бектері, Мұса мен Жаңбыршы деген болды. Сосын оның балалары болды да, сол кезде Қасым Сарайшықты бар басып алды ғой. Қасым басып алған бекер емес, себебі Қасым туған атасы Ұрысхан. Біздің Жәнібек пен Керей Ұрысханнан шығады. Ұрысхан сол неде тұрған, Сарайшық соның қаласы болған, Сығанақ соның қаласы болған. Барақ деген Жәнібектің, кәдімгі біздің қазақтың ханы Жәнібектің туған әкесі, Барақ сол Сарайшықтың хандарының бірі болған. Сондықтан ол кезде жаңа қайталап айтамын, ұлт емес, орда ғой. Мысалы Қызылордалық пен Шымкенттік деген сияқты арасында сол болған әңгіме, мысал деген ғой енді. Сөйтіп Ноғайдан көбі Қырымға кеткен, олар Қырымға кеткен себебі Қырым тайпалары көбі Ноғай тайпалары. Олар кезде мынау Дунай, Қара теңізде солтүстік Кавказда көп тұрды олар. Ноғай тайпасы көп жер ұстап тұрды. Воронежге дейін, Саратовта солардың жері ғой. Сөйтіп олар бұл уақиға болды жаңа айтып кеткен 517 жылдар Қасым кезінде. Қасым 1519 жылдар қайтыс болды. 19-17 Амантай есен бір цифрды айтады, бірақ қалай болса да 1517-19 жылдар Қасым қайтыс болады да, бірақ
Қасым алып қойған жер қазақ хандығына кіреді. Сөйтті де жаңағы біз екі халық бөлініп қалдық. Жаңағы мен ноғайларға тиіспендіретін соң кейбіреулер айтады, ол да қазақ қой дейді. Мен айтамын, жоқ. Мен ноғайлармен сөйлескенде айтады, сендер неге дейді, бізге сөйтіп ноғай жоқ, олар қазақ деп неге айтасыңдар, біз ұлтпыз ғой дейді. Мен оларды түсінемін. Егер де біз қазаққа біреу айтса, сен қырғыз екенсің десе, не мысалы басқа ұлт екенсің, біз де өкпелейміз ғой. Сол сияқты ренжитін ешкіміз жоқ, тиісіп те керегі жоқ. Олар кәдімгі Кавказда отырған, өзінің тілін, дәстүрін сақтап отырған ел. Азайып қалған 113 мыңдай ғана. Бірақ қалай дегенмен бұл өте бір рухы биік, бізге жақын, көзі ашық, өте бір намысты халық. Бірақ қазір ол ұлт болып қалыптасып қалды. Біз ұлт болып кеттік қазір, қазақ ұлты. Айтпақшы, мен сол кезде сұраймын ғой, сендер жаңағы бізді не деп атайсыздар дейді. Мен байқап қалдым сөздерінен. Біз сендерді қазақ деп атамаймыз дейді. Неге десем, бізде қазақ деген сөз дейді, тек соңғы кезде еніп жатыр дейді. Біз қазақ деген сөз енші алып, бөлініп кетіп, үй болып кеткен баламызды дейді, енші алып. Біз қазақ болды деп атаймыз дейді да. Сосын мен айтамын, анда сендер бізді бұрын не деп атадыңдар десек, алаш баласы деп атадық сіздерді дейді. Ноғайлар бізді алаш баласы деп атайды. Дәл түсіп тұр ғой. Біз де өзімізді алаш деп дейміз ғой. Біз ұранымыз алаш, еліміз алаш, алаштан тараймыз дейміз ғой. И соны ноғайлар біліп отыр. Жаңағы біз сіздерді алаш баласы деп атаймыз дейді. Бірақ қосымша қазақ деп атаймыз соңғы кезде, себебі бірақ бізде ұғым бар дейді. Қазақ деген, қазақ болды деген сөз еншісін алып бөлініп ел болып кетті деген баламызды айтамыз дейді. Содан маған ой келді сол кезде. Мүмкін шынында да біз анау бөлініп бастап, Ноғай ордасынан шыға бастағанда ел болып кеткесін, бұлар ел болды ау деп сыртымыздан қазақ деп атады ма деп тағы да ойлайсың. Әлі осынға дейін белгісіз жағдай ғой. Неге бізді қазақ деп атадық деген сияқты. Жалпы қазақ деген сөз өте бір ол өзі көне сөздердің бірі. Қазақ болу деген ол әскери, жауынгер, ержүрек, жиһангез деген сөз білдіреді да. Бірақ кейін ұлтқа жабысады. Сол мен ойлаймын, ақ ордадан бөлініп шыққан біздің бабаларымыз, бұлар сол қазақ тайпасы, жауынгер халық деп атап кетті ме деп іштей ойлаймын енді. Бірақ оны дәлелдеу керек. Сосын анау советтің кезінде кинолар мен саясаттарын айттыңыз ғой, жүргізді. Сол кезде түркі халықтарын басқа халықтарды көрсеткен екен да, біздің именно қазақтарды көп көрсетпеуге, кемсітуге, қазақтардың идеологиялық жағынан көп бізге соққы жасалған ғой. Көп түркі халықтардың ішінде. Неге ол бізге көп бағытталды? Мен ойламаймын. Сіз дұрыс айтасыз, бұрын сондай установка болған. Әсіресе Сталиндік кезде соғыс біте салысымен бір тойда ол тос көтеріп тұрып айтты ғой. Осы орыс халқының арқасында біз фашистерді жеңдік, ол кәдімгі әжептәуір сөз айтқан сол кезде. Одан кейін қаулар шықты ғой. Оны дайындаған Андреев, Жданов дегендер болған. Біз фамилиясына дейін білеміз. Менің Уроки Бекмаханова деген мақалаларым шыққан кезде осы 93 жылдары ма, ол кітаптарда да жүр. Сонда жаңағы саяси бюроның мүшелерінің қатысуымен Сталиннің нұсқауымен қаулы шыққан. Сонда олар бір ұлтты көтермелеп жүргенде, сол кезде тек қана қазақ емес, жалпы Азия халықтарын, Кавказ халықтарын төмендетіп, оларды мазақтап көрсете бастаған, ерліктерін айтпаған, жасаған ерліктерін өздеріне жапсыра берген кез көп болған. Совет замандағы, мысалы, Кавказ болса міндетті түрде жаңағы былай басында малақай, мұрты едірейген біреулер болып жатыр ғой, жақсы бір күлкілі персонаж. Ал енді Азия халықтары болса, жаңағы сығырайған көзі, бір бой тапал, бір сондай бір образ қалыптастырды. Сол образ миллион адамның миында жүр ғой әлі. Ол идеология, насихат деген ол керемет күш, керемет құрал. Сол арқылы адамды, халықты бұзып жүруге болады, егер дұрыс жүргізбесе. Коммунизмге жетеміз тезірек деп, бұлар тезірек орыстандырып, тезірек барын бір халық құрамыз деп ойлаған, кәдімгі сондай жоспарлар болған. Ол кәдімгі жазған ғой жоспарын. Кәдімгі программаға кірген ғой. Айтылған ғой, совет халық боламыз деп. Соның арасында қазақ та кетті, тек қана қазақ емес, әсіресе Азия халықтарын кемсіту, төмендету деген болды. Оны айту керек. Турасын айту керек қой. Ағанау қазіргі бабалар 100 томдығы деп айттық қой. Бабалар сөз 100 томдығы. Соны қазіргі тарихшылар көбісі мифтік деп бағана өзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Мифтік көзқарас ретінде қарайды да оларға. Ал дерек ретінде қарамайды. Сол туралыға. Оны мен бастап айтып кеттім. Олар тым советшіл, тым орысшыл, сол бір мектепте оқыған, бір тіл деген білетін адамдардың көзқарасы.
мысалы жаңағы қазақ ауыз әдебиеті керемет мықты деректер береді, мен таң қаламын. Қандай? Сұрақты болады. Тарихымызға, иә. Тарихымызға. Жер атаулары, болған шайқастар, батырлар мен жаңағы хандардың ерлігі, жорықтар, мыңдаған ақпарат бар. Бірақ ана баяғы көрдіңіз бе, басқа халықтардың, кіші халықтардың, оның арасында қазақ халықтардың деректерін кемсіту үшін олар сондай бір, бұл мәскеулік саясат. У них же истории нет, это же устная история деп лағып тұратын жаңағы. Бұл да бағана отарлық саясаттың не істесеңші? Бұл тікелей отарлық саясаттың кәдімгі бір көрінісі. И соны айтып жүрген біздің Қазақстан тарихшылар солардың құлдары деп санауымыз керек та. Бұлар басқа елдің, басқа бір жойылып кеткен жүйенің саяси, совет үкіметі жойылып кетті ғой. Бірақ әлі де болса көрдіңіз бе, ана дүниеде тұрып, сол біздің талай адамдардың миын жаулап алған. Сондықтан олар дайын тұрады, қайтетсе ұлтшыл, националист, сендерде тарих жоқ, устная история никуда не годится деген сияқты қазір сақатып дайын тұрады осы сіздер. Біз енді ондайға неге бағынуымыз керек? Мен айтып жаңа қазақтың ұлы тарихы бар, және қазақтың ұлы дәстүрлері бар, ұлы заңдары бар. Ол көп. Жет ата, нағашы жиен, бажа, жаңағы туысшылдық деген сияқты біздің көптеген заңдары бар ғой. Соның арқасында біз сол қанша қырса да бізді совет заманында, колония кезінде аман қалдық қой. Ағайыншылықтың арқасында өзіміздің мемлекет бізге көмектескен жоқ. Қайта мына айталық, бар айталық, совет заманында сендер керемет күшейдіңдер деп. Мен келіспеймін бұл сөзге. Мүмкін біз одан да мықты ел болар едік, егер де бұл совет үкіметі болмаса. Болмағанда, иә. Бірақ тағдыр солай біздің мойнымызға жазды енді. Бірақ сол совет үкіметі, мысалы, жаңа айтып кеткен аштық бар ғой. Ол рас, аштықтың болғаны, оны әдейі ұйымдастырғанда рас. Мен көп жылдан бері осы мынау репрессия бар ғой, саяси репрессияның жаңаша толық ақтау комиссиясының мүшесі болдым. Біз көптеген осы мықты тарихшылар жұмыс істеді. Осы Зиябек Қабылдинов бар. Сол біздің топта Әлима Ауанасова. Көптеген біздің ғалымдар, сен біраз өзіңді танисың ғой, біздің осы мемлекет тарихи жігіттері болды, Шоқан Уәлиханов атындағы институттың ғалымдары, сосын Евразия университеті, Казгудың, АГУ-дың мықты тарихшылары болды. Сол кезде біз көптеген жабық қауларды көрдік қой. Кетіп барқан қашқындарды атып тастау, мысалы, әсіресе біздің Алматы, Талдықорған, Шығыс Қазақстан облысы пулеметпен атқан ғой кетіп барқан әйелдер мен балаларды. Пограничниктер. Оның арасында Черника болды ғой. Бірінші сектор болып жүрген. Тағы да басқалар қаптап жатыр. Или анауға Созақ көтерілісін қырған кезде, не мысалы Абралы көтерілісін Семейдегі. Олар кәдімгідей әскерді аянбай пайдаланған. Яғни біз осының барлығын көріп, оқып, біліп отқасын айтамыз, жайын айтпаймыз ғой. Жаңа сұрағым басқалай еді? Мынау не ғой? Бабалар 100 томдығынан содан сол тек қана біздің меншігіміз тартып алу, меншік тартып алу өте мол болған. Меншік, мал деген не? Меншік қой. Жеріне қу деген не? Жерден айырылу деген меншік қой. Сол аз болғанда бар кәдімгі идеологиялық кампанияны жүргізген ғой, аямай. Біз сендерді адам болдық, біз сендерге қала салып бердік. Бұл өте бір жексұрын ойлар. Біз сендерге қала салып бердік дейді. Біріншіден олар емес салып берген. Оның арасында мүмкін басқа ұлттар қазақтың өзі салған қалаларын. Осы Целиноград қаласын, Қарағанды тек қана солар келіп салған жоқ қой біреулер. Яғни бұл кәдімгі көп ұлтты Қазақстан ұлттарының көбінің кәдімгі еңбегі ғой дегенім ғой нәтижесі. Бірақ қалай дегенім осы идеология ма жаңағы. Вот сендерге адам болдық, сендерге үйреттік, мектеп салып бердік деген сөздерден ол жексұрын ойлар ғой жаңағы. Бірақ біреулер соны айта береді. Жас айтқан бабалар сөзі осыны дәлелдейді. Біздің тарих ғылымына өте бір маңызды дерек ретінде біз оны қарауымыз керек, оны пайдалану керек. Және тағы да қайтып айтамын, қайта осы мен таңғаламын, ауызша әдебиетте ақиқат көбірек. Мен жазбашаға дерекке өтті немен қараймын жаңағы. Себебі жазбаша құжатта міндетті түрде бір басқа мемлекеттің, басқа бір елдің шенеуніктердің, олардың патшаларының саясат тұрады да. Өте дұрыс. Сосын олар біреулер орыс десін көп пайдаланады жаңағы.
деректерін ба? деректерін, бір офицер келген екен, осы жақта жүрген екен деген сияқты. Олар біздің тілімізді білмейді. Ол 1-2 күн жүрді, жаңағы қарады да айтып берді. Оның сөзін бір көп өскеп айтқан екен, біз оған сене беруге болмайды ғой. Мен тек бір орыс офицерін білемін. Қазақ туралы әділетті, ғылыми, объективті, кәдімгі нақты жазған. Ол кім деп ойлайсыз? Ол Григорий Потанин. Шоқан дос Потанин. Иә, Шоқан досы, Павлодарда өзі Солтүстік Қазақстан туып өскен, Павлодар жағында тұрған Ямыш дейді, Жәміш көлі. Сол Потаниннің еңбектерінен мысалы көрініп тұрады, нағыз ғылым екен де. Өзі бізді өте жақсы көрді ғой. Өзі Алашорданың мүшесі сол көбі білмейді. Григорий Потанин Алашорда съезді құрғанда Орынборда қатысқан кәдімгі. Тек кейін 1 жылдан кейін ол кісі тифтен қайтып кетті, мына Томск жағында жоқ, қайтып кетті да. Бірақ офицер ретінде ол кісі тілді де білген сияқты, енді Шоқанмен араласты ғой. Елінде болған Сырымбет деген. Сырымбет Казгородок өзі, мен елім сол жақ жалпы. Айыртау жақ қой енді. Айыртау, Есіл аудандары шекаралас. Сол біздің жақтана өзінің соңғы мақаласы бар. Юрите последнего казахского царевича деген. Шоқанның еліне келеді. Сонда жаңағы жазғанда Аққайың арасында өткен көл өзендерді көрген жазады. Ол кісі жүрген жерін жазып отырған. Жақсы этнограф болған ғой. Жақсы ғалым. Сол мысалы біздің тарих туралы көп, Алтын Орда тарихы жаңа айтып кеткен. Біздің этнографиялық, біздің рулық жүйе туралы, біздің хандар туралы Потанин көп жазған. Мен оған сенемін. Бірақ сонымен қоса бірақ осында келіп кеткен, өтіп кеткен азаматтарға бір көріп өткен дейсіз ғой. Иә, оған неге сенім керек? Мысалы ол келіп біреу жазып кетеді біз туралы, биттеп кеткен ел дейді да мысалы. Мен оған неге сенім керек дейсіз ғой. Иә, мүмкін бұл ауру, бір әлсіреген бір адамды көрген шығар жаңағы. Бірақ басқа тарихшылар бар. Тіпті кейбір бір орыс офицер жазады, соны ұнайды, маған соны жазған, бүйтеді. Я ехал дейді, киргизскую степь дейді, біздің елге келген ғой. После войн жунгарами дейді. Думая, что здесь я увижу обнищавший народ, я увижу разбитый край дейді. Қырылып қалған нашар елді көрем бе деп келген дейді да. Ар жағына былай жазады. Но каково же было мое удивление дейді, когда я увидел цветущий народ дейді. В каждой юрте кибитке дейді. По десяткам детей дейді. Киргизский народ, то есть казахский народ, растет геометрической прогрессия деген сөз бар. Геометрическая прогрессия деген былай өсу емес, саны былай өсу деген. Офицер жазады. Бірақ ол офицер ар жағын түсінбей тұр. Әр үйде 10-15 бала деген сөз, қазақ біріншіден жетімді қалдырмайды. Жесір жоқ. Жетім болса өз туыстары, нағашы, жиен, ағайындар ала болады ғой енді. Олар бірге өседі. Халықтың көбейгені өзінің бір баяғы туысқаншылығы, өзінің бір қазақилығы, өзінің бір бір-біріне жақындығы ғой. Ар жағын айта алмайды, түсіндіре алмайды. Бірақ ол байқап қалған, көрдің бе? Бұлар дейді, тез өсіп жатыр екен дейді. Мен мысалы ойлаймын, ол барқасын айтқан шығар өзінің генштабына, біреуіне бар айту мүмкін, мыналар көбейіп жатыр ғой деп. Ертең бұлар көбейіп кетеді, бізді тыңдамай кетуі мүмкін деп айту мүмкін бе? Өте мүмкін. Ол офицер не істеп жүр бұнда мысалы? Ол кәдімгі барлаушы болып келді. Не бір көп өсіп бірден жазып кеткен екен, жаңағы қазақтар сауданы білмейді, жаңағы далада қаңырып жүр деген сияқты. Ондайда әңгіме көзсіп, мен бұрын түсінбейтін. Айтатын талай. Осы біздің қазақтар неге далада жүре берген, неге мысалы орыс қала салды, өзбектер қалада тұрды ғой десем, кейін ойлап отырмын, қайта біздің қазақ дұрыс жасап отыр. Қазақ далада жүргені жерде далада тұрады, соны бақылап тұрады, жерін ұстап тұру керек. Жер ұстап тұру керек. Одан кейін ол кезде жаңағы мал шаруашылығы деген өте пайдалы болған. Адам маңғырған мыңдаған қойлары, жаңағы жылқысы бар. Ол оны сатады керегіне өзінің баласына киім алады, тұрмысын дұрыс айтады. Сонда бір Янушкевич бір айтады, қазақтар дейді, Азияның француздары дейді, өте жақсы әдемі киінеді дейді. Бұл 19 ғасырда айтып отыр. 20 ғасырда біз тұру етіп айтқан жоқ. Қайта біз айтады, жағдай өте ауырлап кетті дейді да. Колония болмай тұрғанда дейді, қазақтар өте бай тұрды дейді. Неге бай тұрады? Малы көп, мал деген товар. Оны айырбастайды, сатады, өзі біледі не істесе. Сосын жаңағы ол жалқаулық емес, қазақтың тойшыл болған себебі молшылық болып тұр ғой. Молшылықтан. Молшылық, егер молшылық болмаса ол тойға қалай барады? Кеңпейіл.
яғни біз сол қоғамды қараған кезде жаңағы сол халықтың сол кездегі мәдениетін, сол кезде экономикалық қарым-қатынас, сол кездегі жаңағы өзінің мүмкіндіктерін біз зерттеп отыруымыз керек. И және соңғы тезис, сол қазақ кезінде алып қалған жер, мол жер, біз әрине мен санау бойынша бір 20% жерден айырылдық әрине. Орынбор жағы, Астрахань жағы, мына Омбы жағына жер кетті. Бірақ дегенмен бұрынғы қазақ хандық құрылған кездегі жерлердің 80%-ды әйтеуір сақтап тұрмыз ғой. Иә. Аллаға шүкір. Енді сол жердің байлығы қазіргі егеменді тәуелсіз Қазақстанға пайда беріп тұр ғой. Металл, газ, мұнай, бидай, барлық біздің елде бар. Яғни сол кезде қазақтың далада жүргені, мол жерге ие болғаны қазіргі ұрпаққа кәдімгі мол пайда болып тұр ғой. Сонда біз түсінуіміз керек. Иә. Бүркіт аға, мынау қазір Қазақстан тарихының 7 томдық, академиялық 7 томдығын жазып жатсыздар, иә? Сіз де сол ғалымдардың ішіндесіз, барсыз. Мынау ауызша тарих айту, ұлттық төл деректерінсіз тарих жазу мүмкін емес деген көзқарас. Хангелді Әбжанов ағаларымыз оны қуаттайды. Мына Жамбыл Артықбаев ағаларымыз енді осы академиялық 7 томдық жазуда қаншалықты осындай деректерді пайдаланып жатсыздар аға? Төл тума. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, төл деректер деген ол ұлтымыздың тарихында методологиялық негіз болып қалыптасу керек деректер деп. Сол туралы аға. Жалпы 7 том жазылып жатыр, және сол мәреге дейміз ба, жақындап қалдық. 7 томда жалпы әр том үшін жауапты адамдар бар. 40-50 адам кем дегенде жұмыс істейді. Әр том бойынша ғалымдар, көмекшілер бар тағы да. Бұл негізі новая дейміз ба қазақша? Новая дайындалып қойды. 1 томнан 7 томға дейін. Бірақ қазіргі кезде жүріп жатқан соңғы жарты жыл осы мынау бұны дұрыстау, реттеу, тексеру мәліметтерді, еңбектерді пайдалану тізімін дайындау деген көптеген нелер болады. Ол кітап жазу деген оңай нәрсе емес қой, оның жаңағы нелер көп, жаңағы дайындайтын істері. Сол дайындалып жатыр. Жалпы жаңа айтып кеткендей, Қазақстан ғалымдары үшін бұл үлкен сын. Сын еді, соны менің ойша игеріп қалды әжептәуір. Бірнеше шетелдік ғалымдар бар. Бірақ біреулер айтқанда ресейлік ғалымдар сол мүмкін 3-ші томда көбірек шығар, қалған томдарда ол шетелдік ғалымдар аздау. Мен басқаратын 7 томда 1-2 шетелдік бар, бірақ бір американдық ғалым, бір қырғыздың ғалым бізге көмектесіп жүр. Олар ірі ғалымдар, жақсы ғалымдар. Американдық ғалымдар білесіз неге мен алдым? Олар ағылшын тілін жақсы біледі ғой. Олар ағылшын, америкалық әдебиетте, Европа әдебиетінде біздің Қазақстан туралы не айтады, сол үшін әдейі алдым да. Біздің өзіміздің ішімізден шыққан қазақ ағылшын тілін білсе де, ол басқа шығаруы мүмкін. Анау басқаша қарайды. Сондықтан енді бұл арада мемлекет жағынан, мемлекет тарапынан көмек мол көрсетілді. Және айтқанымызда олар ренжіткен емес ғалымдарды. Бұл арада барлық жауапкершілік менің ойымша қазір ғалымдардың өзінде. Алып кету, орындау, тапсыру деген сияқты. Шоқанов Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты осы жұмысты басқарып отырады. Бірақ соңғы осы археология институты, шығыстану институты, мемлекет тарих институты, университеттердің ғалымдары көп көмектесуде. Сосын бұл авторлардың әрбір жазған сараптама жасап отыру керек. Ол да оңай жұмыс емес. Енді әр том кем дегенде 1000 беттен. Сөзсіз ба, 1000 беттен. Яғни осы томдарды деректер туралы дерекпен дәлелдеу керек, сараптама жасау керек, оны редакциялау керек, корректор болу керек, одан фото, суреттер, карталар болу керек. Ұлттық деректерді алып жатсыздар ғой, аға? Иә, соның барлығы пайдаланып отырмыз. Мен айтып кеткен бұрын қабылданған бағдарламалар бар ғой. Иә. Архив 2025 деген бағдарлама болған. Сол халық тарих толқында, мәдени мұра деген сияқты. Осындай бағдарламаларда әкелген деректерді ғалымдар мүмкін болғанша пайдаланып жатыр. Жаңаша методология бар, жаңаша ой бар. Бірақ кейбірде біз кереғар ой болған кезде кәдімгі лексіп қаламыз, кәдімгі ғылыми дискуссиялар болады. Ол заңды, оған біз ренжімейміз де бір-бірімізге. Бірақ кәдімгі тұрып сөйлескенде кейбірде бірімізді ұнатпай сөйлейміз.
себебі мына ғалым деген бір тіл ғой, өзі бір іштен шыққан баладай болады да оның жазған еңбектері. Сол біреу тиіп кетсе ұнатпайды жаңағы. Сосын артынан күліп бірімізді мазақтап отырамыз да. Біз көбіміз бірімізді жақсы білеміз, бір қазанда өскен балаларымыз ғой. Иә. Бір кезде тұрғанбыз. Бірақ жас ғалымдар да көп бізде қазір. Енді ғана қазақ десе, қазақтың ерекше бір қасиеттері бар ғой аға. Өзіміздің бабалар сөз 100 томдығын ашсақ, мысалы, қазақтың батырлық қасиеттері, мысалы, Жәнібек пен Керей қазақ хандығын құрғаннан бастап, осы ел боламыз деп сыртқы жауларға соғысып елдігімізді сақтадық қой ғасырлар бойы. Жоңғарлармен соғыстық, одан кейін отарлық империялық мемлекеттермен кеше Кенесарыға дейін. Оның бәрінде енді осы жаугершілігін көрсететін айғақтар бар, мысалы. Батырлар жырының өзі де, мысалы, сол елін қорғайтын батырлардың осы еліне қамқор болғандығы. Сол жерде бәрінде аға осы әруақ туралы, киелер туралы айтылады ғой, пірлер туралы. Айтылады. Айтады ғой, Бабат Күшәш Тәзиз, бағанағы Әзірет Сұлтан, бәрін. Осы киелер туралы айтсаңыз аға. Неге сол батырлар соғысқа шығарда әруағын шақырып, піріне сыйынып, пірінен медет сұрап, сөйтіп шапқан. Сондай киемен байланысты ғой бұл жаугершілік. Рухтың өзі сомен сіңген ба біздің бойымызға? Сол туралы айтсаңыз. Бұл далалық дәстүрлер деген Европада термин бар, Европада. Рыцарство дейді. Бар далалық рыцарлар ғой былайша айтқанда. Ол өзі батыр деген, би деген жаңағы жайдан жай туындамайды ғой. Ол шынында өзің айтқандай әруаққа сыйыну, бабалардан көмек сұрау қиын кезде ондай жиі кездеседі. Сыйынады ғой, тілейді. Ел қорғау деген, қан соғыс қыру деген оңай зат емес. Одан белгісіз сен аман шығасың ба, шықпайсың ба жаңағы. Сондықтан бұл дәстүрлер бізде жақсы сақталған. Және оның қызығын мен көріп тұрам, жаңағы 20 ғасырда мысалы фашизммен соғыстық қой. Иә. Сол кезде мысалы Бауыржан Момышұлының, Мәлік Абдуллин, Мәншүк Мәметова, біздің Әлия сияқты батырлардың көзге түсуі қазақтың бұл бекер емес деп ойлаймын. Былай қарасаңыз, 20-30 жылдары қырылған қазақ аштық кезінде. Сода аман қалған балдар 40 жыл соғысқа кірді ғой. 5-10 жастағы балдар 28-30 жылдары. 10-13 жылдан кейін 41 жыл келгенде соғысқа кетті да. Сол кезде өзін жақсы көрсете білді. Ақыры Берлинге ту тіккен қазақ баласы ғой. Қошқарбаев қой. Ол бекер емес деп ойлаймын. Яғни біздің халықта осындай бір батырлық дәстүрлер бұрыннан бар. Таңғаласың, кешегені тракторды көрген азаматтар мысалы соғысқа кеткенде керемет ұшқыш болып шығады. Талғат Бегілдинов. Ол өзі аштық кезінде осы мына Майбалық деген ауылдан, кәргі аэропорт бар ғой Астананың, содан неге кеткен ғой Фрунзеге кеткен, ол кездегі Фрунзе, қазіргі Бішкек қой. Сол жақтың әскерге кетті. Жап-жас бала, бойы кішкентай болған. Мен ол кісіні көргем. 2 рет мәрте Сойдағдың батыры болды ғой. Сол самолетпен ұшу деген штурмовик болу деген оңай нәрсе емес қой. Нұркен Әбдіров мысалы Қарағандыдан. Яғни сол мынау көшпелі халықтарда, көшпелі деп енді әдемі сөзін айтуға болады. Сонда бір батырлық, кәдімгі ел ішіндегі бір жақсы қасиеттер жақсы қалыптасқан сияқты менің байқауымша. Өте ержүрек болады, ширақ болады жаңағы, соғыса біледі деген сияқты. Сондықтан бұл жаңағы сіздің айтқан сұрағыңыз, шынында да бұлар әруақтарға сыйыну, кәдімгі керек кезде көмек сұрау, ол жиі кездеседі сіз айтқан еңбектерде. Біздің хандарымыз біреу Сібірде жатыр. Біреуі Батыста, Сарайшықта, біреуі Алтайда жатыр. Орда ежінің жер аты сол Баякөз жақта сияқты ғой мысалы. Біреуі Балқаштың маңында. Кенесары өзің білесің қаза тапқан жері Қырғыз елі қазіргі. Яғни біздің айырмашылығымыз және өзгешелігіміз, біздің хандар елді қорғаймын, мемлекет боламыз, ел боламыз деп жүріп, әр жерде қаза тапқан, жатқан жерде әртүрлі. Төле би атамыз неде? Ташкентте. Төле би Ташкентте. Сондықтан мен ойлаймын, тіпті қазақтар
білесің не онда жатқанын. Иә. Соны мен ойлаймын, бұлар қазақ әдейі сол барлығын бір жерге жинамай, кейбір жағдайда Түркістанға әкелген. Мысалы, Есім хан Түркістан жатыр, мысалы. Абылай хан. Иә, Абылай хан жатыр. Бірақ біраз хандар сол қазақтың сахарасын жатыр. Біреу Атырауда, біреу Сібірде. Иә, бұлар шекараларын белгілеп беріп тұр ғой. Жері біздікі, мынау мен жатқан жерім, мен тұрған жерім деген сияқты. Біз сонда түсініп, сондай айырмашылықты айтып отыруымыз керек. Керемет, осы ғой аға. Иә. Біз біздің тарихқа баяғы отырыш халықтардың көзімен, соның методологиясымен қарағанымыз қате болады. Сол ғой. Сол айтайын деген. Аға, енді жалпы тарихына, қоғамдық өмірді жеделдетуге сондай ықпал болу керек дейді академик тарихшы ағаларымыздан Қозыбаевтар айтып кеткен екен. Тарихтың өмірін жеделдететін қандай бұл әсері бар тарихтың? Ал Ахмет Байтұрсынов айтады, бұл сөздің ұлысы дейді. Ең ұлы сөз дегеннен тұр ғой. Сөздің ең ұлысы осы тарих дейді. Қоғамның өмірді қалай жеделдетеді? Идеологиямыз тарих дейді, мысалы. Осы тарих бізге жалпы сол қоғам жеделдететін осы өткенсіз бүгін жоқ дейді, мысалы. Бүгінсіз келешек жоқ дейді. Тарихты оқудағы мақсатты жалпы бір айтыңызшы аға, сонымен осы немізді қорытындыласақ, иә, сұхбатымызда. Мынау тарихқа қызығушылық деген мықты елдерге тән. Союздың кезінде енді осыны оқытқан жоқ қой, мысалы. Бірақ қазақ ол кезде балама ретінде үйде үйретіп отырды ғой. Үйде. Мектепте айтпағанда бала үйден әке-шешесін естіп отырды. Сен нағашың, мен сол шешем айтады, сенің нағаштарың батыр болған деп. Кейін қарасам, сол сөзді шындық бар екен. Керемет, не мына жеті атаңды біл деген. Не жаңағы сенің атаң сондай болған деген сөздің өзі кішкентай балаша қандай мән береді. Түсініп отырсыз ғой. Тарих деген мынау болашағы жоқ ұлттар тарихқа қызықпайды, мен таңғаламын. Және түсінікті. Болашағын бітті деп ойлайды бұлар. Не құрып барқан елдер бар. Мысалы, мен қорқам, мысалы, Сібір халықтарында құрып кетіп бара тұр ғой, ассимиляциясы. Олар тарихына қызықпайды. Ол өте бір көрінетін белгі де, бұлар болашағын сезбейді деген сияқты. Біздің қазағымыз тарихқа деген сүйіспеншілік өсу керек. Бүркіт ағай, енді қазақтың бір асыл қасиеттері бар ғой, басқа халықтарға ұқсамайтын. Қонақжай дейміз, сондай кеңпейіл дейміз, ер жүрек дейміз, батырлық, мәрттік, қол ашықтық көп қой енді ақ жүректілік. Осының бәрі енді салт дәстүрмен, осы бабалардан, адамымыздың сүтімен, бабамыздың сондай өсиетімен бізге келген нәрсе ғой енді. Осы туралы айтсаңыз, қасиет туралы. Артықшылығы. Осы замандағы сол қасиеттен қаншалықты біз айырылып баратқандаймыз, айырылып бара жатырмыз ба? Тарихшы ретінде оның себебі қандай? Бабаларымыз мұны әшін киіз үйіне құлыпсыз ұстаған дейді. Киіз үйін ала жіп тастап кетіп аттамаған, мысалы, керемет қасиеттер ғой енді. Жақсы. Сол намысқорлық қасиеті қайда қазір? Яғни бізге бұл арада қазіргі азаматтарға, жастарға айтатын әңгіме былай. Біз дәстүріміз, тіліміз, тарихымыз жақсы білетін халық болуымыз керек. Сонда біздің болашағымыз болады. Біздің келбетіміз бұл. Мысалы, мен орысша дыбдырлап тұрған қазақты көргенде мен бір жағынан аяймын оларды. Бір жағынан ұнатпаймын. Себебі олар өзінің несін жоғалтып тұр ғой, өзінің identification дейді. Өзінің болмысын, өзінің бейнесін айырылып тұрған түсінбейді. Ол басқа сөйлеп тұрғасын, ойды басқа, сол басқа жаққа кете беретін өзің жақсы білесің. Қазіргі бізге жаңағы біз үлкен бір конкуренцияға түстік. Егемендік деген бір жағынан жаңағы ол әрине үлкен бақ қой. Бірақ кезінде Әбіш Кекілбаев айтып кеткендей, жеңіп алған егемендікті сақтау оңай болмас. Ол үшін көп еңбек керек деп айтып кеткен ол кісі. Содан бұл енді немізді жаңағы осы егемендікті өзіміздің болмысымызды сақтап қалу үшін өте бір маңызды мәселе, ол бір жағынан билікке ақыл болу керек. Қалай болу керек? Билік өте сапалы болу керек та. Өте сапалы болу керек. Демократиялық билік болу керек. Екінші жағынан интеллигенция мықты болу керек.
билік әлсіз болған кезде интеллигенция алып шығады. Мысалы, Алашорда 17-30-20-30 жылдар ғой, 20 ғасырдың. Сол кезде енді дұрыс билік жоқ қой. Уақыт үкімет құлап жатыр, қызылдар кеп жатыр, мына жақтан ақтар кеп жатыр. Сол кезде жанталасып, Әлихан, Ахметтердің милиция құрап, Алаш қаласын жасап, Семейді, жер үшін таласып, автономия сұрап, қайта Мәскеуге барып, большевиктермен ымыраға келісіп деген сияқты ол үлкен еңбек атқарып кетті. Біздің қазіргі жеріміздің суреті салып берген сол Әлімхан Ермеков, Әлихандардың еңбегі ғой мысалы. Сондықтан өте бір мол жауапкершілік қазақ интеллигенциясының мойнында болу керек. Қазақ интеллигенция ұйықтамау керек. Көптеген қазақтың мықтыларымен, Әбіш аға мен Мұхтар Мағауинмен көп араластық біз. Сол кісі кеткен кезде менің көзіме жас келді да бір жағынан әрине ағадан айырылып жатырмыз. Екінші жағынан ойлайсың, біздің қазақтың тіректері кетіп жатыр ғой, ұстап тұрған төрт жақтан ұстап тұрады ғой керегі қылып. Олар кетті. Айтарым сол мынау білімді, намысқой, ұлтжанды азаматтар бізде көбею керек. Олар бір-екі адам болмау керек. Тәлтіректемеуіміз керек. Біреу кетсе оның орнына 10 шығу керек. 10 шығу керек, 100 шығу керек, 1000 шығу керек. Біз сондай ел болып қала береміз. Егерде біз бір сақ-түйекке кетіп, бір-біріне бір қырылысып жатса, бізді жеңу ғой. Сондықтан бұл сіздің сұрақтың мен өте бір әзірет өте бір сұрақтың өте бір маңызды бір терең мағынасы бар деп ойлаймын. Онда осымен қорытындыласақ, Бүркіт аға осы сұхбатымызда. Құрметті көрермен, бүгін осы мына Бүркіт ағамызбен тарихқа байланысты, тарихтағы өзекті мәселелерге байланысты сұхбатымызды осымен қорытындылаймыз. Рахмет сіздерге. Шәкәрім Құдайбердіұлы айтады ғой, жұқпай деген айтқан сөз ғылым жоқ наданға, жүрегінде болса көз, жұғар сондай адамға, ондай адам қазақтан көп туса осы заманға, босар еді азаптан, қазақ шығып самалға дегендей, жүрек көзі, көкірек көзі ояу, жастарымыз көп болсын. Рахмет. Келесі кездескенше сіздермен қоштаспаймыз.